Сұлының емдік қасиеті. Сұлы адамға күш беретін дәнді дақылдардың бірі. Халықтық медицинада қаншама жыл тәжірибеден өткен сұлының қай дертке де шипасы тиеді. Оны қайнатып, езіп, ботқа жасап және салатқа қосып та пайдалануға болады. Сұлыдан дайындалатын қайнатпалар түрлерін, емдік қасиеттерін ұсынамыз. Құрметті тыңдарман, сіз денсаулық үшін 100 кеңес арнасындасыз. Арнамызға жазылып, қоңырауша белгісін басып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Олай болса, сұлының қасиеттері мен қолдану тәсілдерін ұсынамыз. 2 стакан сұлы дәніне 5 стакан қайнаған суды құйып, 2 минут қайнатыңыз. Жарты сағат суытқан соң сүзгіден өткізесіз. Қайнатпаны 2 ай бойы 1 стаканнан күніне 3 рет ас ішерден жарты сағат бұрын ішіңіз. 1 ай үзіліс жасап, емді қайта жалғастырыңыз. Бұл қайнатпаны бүйрек ауырғанда, дене ісінгенде, асқазанның ойық жарасы, аш ішек дерті мен жүйке қызметі бұзылысында емдік пайдасы жақсы нәтиже береді. 100 грамм сұлы жармасын 1 бас жуашықпен 1 литр суға қайнатыңыз. Күніне 4 рет 1 ас қасықтан ішіңіз. Қайнатпаға 1 шай қасық табиғи балды қосуға болады. Бұл қайнатпа құрғақ жөтелден тез айықтырады. Келесі емдік қайнатпа үшін 1 ас қасық сұлы дәні немесе сұлы жармасы 2 стакан қайнаған су керек. Сұлының үстіне 2 стакан қайнаған суды құйыңыз. Мұны келесі күні шайдың орнына ішесіз. Ол әлсіз адамға күш береді. Әсіресе отадан кейін және ауыр дертпен ауырған науқастардың беті бері қарағанда әлсіреген ағзаны тез оңалтады. Және сұлының тек жармасы ғана емес, сондай-ақ шөбінің де пайдасы бар. Сұлы шөбінен дайындалған тұнба зәр жолдарындағы дерт, іштің желденуі, әлсіреу, жұмыстан шаршап қалжырау және ұйқысыздықта пайдалы. 2 ас қасық шөпті ет тартқыштан өткізіп, үстіне 1 стакан спирт құясыз. Тұнба жылы жерде 14 күн тұрады. Күніне 2 рет тамақтың алдында осыдан 20-30 тамшыдан ішесіз. Ревматизм, радикулит, буынның өзге дерттерінде балғын сұлы сабанынан бұлау дайындаса шипа болады. Ол үшін 1 килограмм сұлы сабанына 5 литр су құяды да жарты сағат қайнатамыз. Сосын сүзгіден өткізіп, ваннадағы суға қайнатпаны құясыз. Сұлыдан дайындалған квастың асқазан үшін пайдасы бар. Ол үшін 1 стакан сұлыны 3 литрлік банкіге саласыз да, үстіне 3-4 ас қасық қант, сол мөлшерде мейіз қосып, су құясыз. Бетін дәкемен жауып, 3-4 күнге қалдырасыз. Дайын квасты шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта сақтайсыз. Сондай-ақ сұлыдан дайындалатын ботқаларда адам денсаулығы үшін пайдалы. Таңертең жеген сұлы асқазан ішек жолдарын жақсартады. Ол үшін 1 стакан сұлы жармасына 1 стакан су құйып, аздап тұз сеуіп, баяу отта 15 минут қайнатыңыз. Таңертең оны жылытып, сүт немесе қаймақпен араластырып жейсіз. Балалардың іші қатқанда сұлы жармасынан дайындалған ботқа өте пайдалы, бірақ мұны қайнатпай, шай секілді тұнба жасаған дұрыс. Ал іш өткенде 100 грамм сұлы жармасына 1 литр қайнаған суды құйып 4 сағатқа қалдырасыз. Содан соң қою болғанша қайнатасыз. Мұны күні бойы жеу керек.
Сұлы ботқасы салмақ тастауға да көмектеседі. Диетаны 7-10 күн аралығында ұстайсыз. Сұлыдан дайындалған ботқаға қант, тұз салмайсыз. Бұл күндері сұлыдан дайындалған өзге де азық-түліктерді жеуге болады. Сонымен қатар ботқаға таңертең кептірілген жемістер, қара өрік қосуға да болады. Сұлыны теріні тазалайтын косметикалық зат ретінде де пайдалана аласыз. Сұлы жармасын ет тартқыштан немесе кофе ұнтақтағыштан өткізіп, 2 ас қасығына қайнаған суды құйып, ботқа жасайсыз. Бұл масканы 20 минут ұстайсыз. Ұнтақталған сұлы жармасына 1 шай қасық ас содасы мен 2 шай қасық тұзды қосып, су құясыз. Қою болған масканы бет пен мойынға жақса, теріні тереңінен тазартады. Сұлы маскасының келесі түрі 2 ас қасық бал, 1 ас қасық қою қара шай, 2 ас қасық сұлы жармасы, жарты ас қасық зәйтүн майы. Осылардың барлығын бірге араластырып, бетте 15 минут ұстайсыз. Артынан жылы сумен жуу қажет. Құрғақ бет терісі үшін сұлы ұнын жарты стакан сүтпен араластырып қайнатыңыз. Суыған соң 1 ас қасық балды қосып, бетте 20 минут ұстап тұру керек. Артынан жылы сумен жуып тастайсыз. Құрметті денсаулық үшін 100 кеңес арнасының тыңдармандары, кез келген халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Арнамызда айтылған кез келген халық емі ақпараттық сипатқа ие. Олай болса, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, арнамызға тіркелуді және қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.